Ұлы дала аңыздар кітабынан Арыстан баб қиссасы 7 бөлім. Әмір Темірдің Әзірет Сұлтанға құрметі. Бірде Әмір Темір жер қайысқан қолымен жорыққа кетіп бара жатты. Темірдің сансыз түмені күні түні жүріп Түркістанға да келіп жетті. Әзірет Сұлтанның қабірінің жанынан өтіп бара жатқанда ханның зерлі телпегі өзінен өзі жерге ұшып түседі. Темір атынан қалай қарғып түскенін білмей қалды. Ақсаңдай басып барды да телпегін иіліп алып басына киді. Сосын өз-өзіне таң қалды. Ойпырмай, өмірі аттан түспеуші едім. Аяғымды өзеңгіден шығарғанда оң жағымнан 10 нөкер, сол жағымнан 10 нөкер атымның шалбырын ұстап тұра қалатын. Бірі қолымнан сүйеп, бірі қолтығымнан демеп, табанымды жерге тигізбейтін. Бұл жолы неге өзім түстім? Телпегімді қалай арланбай, жерден өзім алып кидім. Тіпті құлдарымды аңғармай қалды. Онда не сыр бар? Кім біледі? Сонда ақылды уәзірі тамағын кенеп, «О әміршім, әруақты жерден ат үркеді деген. Мына шаһарда бұрын Қожа Ахмет Яссауи атты түркінің пірі өмір сүрген. Әзіреттің арқасында түркі баласының бағы жанды. Оның алдында отырып 99 мың машайыр, 88 мың сәруар тәлім алған. Яссауи Құранды халқына хикметпен ұқтырған. Дәргейіне келген жан иесі иллахи махаббаттың ұшқынынан жұқтырған. Өліктей безерген шөл даланы жасыл жазираға бөлеген. Шәкірттері Ұрым мен Қырымға, Мағриб пен Машрыққа ілім таратуға жөнелген. Оның мәртебесін таңды таңға ұрып айтсаң да таусылмайды. Дәрежесін сипаттауға қызыл тілдің қуаты жетпейді деді. Әмір, бәрекелді. Өзінде әулиенің лебін әудем жерден сезіп келе жатыр едім. Олай болса аттан түсейік. Айқалайық, ибадеттен аттамайық. Алдымен әулиенің рухына Құран бағыштап, басына күмбезді кесені соғып, содан кейін жорыққа аттанайық. Дереу кесені соғуға бұйрық берді. Ұсталар кірпіш өріп, қабырғасын тұрғысы. Бірақ ертеңіне қараса, қалақан туғал құлап жатыр екен. Қайта өреді, қайта құлады. Күзетші қойды, ол да ұстай алмады. Содан Әмір Темір күзетке өзі келді. Таңға таяу ұйқы қысты. Болат қанжармен қолын тіліп жіберіп, аққан қанға тұз септі. Сөйтіп жанын қинап ояу отырды. Сахар сәтінде бір көк өгіз келіп, қабырғаны сүзіп құлатты. Әмір, бұл не өгіз, бұл не хикмет, деп ойға шомылды. Көзі ілініп кетіп еді, Яссауи бабамыз түсінде баян берді. Әй әмірші, ниетің дұрыс. Көк өгіз Арыстан бабтың әруағы. Ол маған пайғамбардың аманат құрмасын жеткерді. Мазары отырарда жатыр. Ұстазға деген құрмет, бізге деген міндет. Алдымен соның басына дүрбе тұрғыз, содан кейін бізге кезек келер. Әмір Темір қолдарын алып, дереу отырарға жолға шықты. Арыстан бабтың моласын тауып, оған үлкен мазар салдырды. Содан кейін барып, Әзірет Сұлтанның басына күмбезді кесене тұрғызған екен.